Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге фаршталған бұрыш, яғни голубцы тағамын бірге әзірлейтін боламыз. Өте дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен бізге күріш қажет. Күрішті жақсылап жуып тазартып алғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды үстіне құйып 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді тартылған етімізді аламыз. Менде сиыр еті. Кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Жаңағы күрішімізді суынан алып, осылай салып аламыз. Үстіне жақсылап туралған пиязымызды саламыз және қызанақты саламыз. Дәміне қарай қара бұрышты және тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Достар, менің каналымда түрлі рецепттер бар. Оны көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінеки біздің фаршымыз, тартылған етіміз толықтай дайын болды. Енді бұрыштарды осылай ішін тазартып, жақсылап жуып алатын боламыз. Енді жаңағы дайын болған тартылған етімізді осы бұрыштардың ішіне жақсылап салатын боламыз. Қатты нығыздап салмаңыздар, піскен кезде жарылып кетуі мүмкін. Орташа қылып, барлығын бірдей қылып салып шығатын боламыз. Бұл тағамды біз отбасымызбен жақсы көреміз, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мінеки барлығын толықтай жасап дайындап аламыз. Енді алдын ала қызып тұрған табамызға, қазанға сұйық майымызды құямыз. Үстіне туралған пиязымызды саламыз. 1-2-3 минуттай жақсылап қуырамыз. Енді қызанақты саламыз. Мен томат пастасын қоспаймын, тек қана қызанақты ғана қосамын. Тағы да қуырып аламыз. Үстіне сәбізді саламыз және тағы да қуырамыз. Осылай қуыра отырып, барлық көкөністерімізді қосамыз, картопты саламыз және дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышты, кез келген приправа пайдалансаңыздар болады. Менде осындай универсальный приправа. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін 3-4 минуттай жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Содан соң барып үстіне суымызды құямыз. Суды құйғаннан кейін бетін жауып қалдыратын боламыз. Суды құйғаннан кейін қарап тұрғандарыңыз жөн, қатты қайнап кетпегені дұрыс. Енді осылай көпіршіктеніп қайнайын деп жатқан кезде жаңағы фаршталған бұрыштарымызды салатын боламыз. Мінеки барлығын салып алдық. Енді оттың астын баяулатып, баяу отта 30 минуттай қайнататын боламыз. Бетіне лавр жапырағын қосамыз және қалауларыңызша укроп қоссаңыздар болады. Мен осылай ұзынша қылып турап алдым, алғанға оңай болады. Укроптың дәмі шығып, керемет дәм беретін болады. Осылай бетін жауып 30 минуттай қайнатып аламыз. Мінеки достар, біздің тағамымыз дайын болуға жақын. Қайнағаннан кейін сөлі бөлініп, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.